Құрметті оқырмандар, Қазақстанның тәуелсіздігін мақтан тұту, ел егемендігін қорғау мен құрметтеу, елдің тәуелсіздігін халқымыздың еркіндігі мен рухани күшінің белгісі екенін көрсетеді. Балалар, біз кітапханамызда 16 желтоқсан тәуелсіздік күніне орай 2 бөлімді кітап көрмесін ұйымдастырып отырмыз. Бірінші бөліміміз тәуелсіздік айбарын, екінші бөліміміз тәуелсіздік таңы мәңгілік деп аталады. Бірінші бөлімімізде біздің жерлесіміз желтоқсан оқиғасының құрбаны Ербол Сыпатаев. Ербол Сыпатаев Панфилов ауданында 1964 жылы 10 наурызда дүниеге келген. Ербол Сыпатаев сол көтеріліске қатысқан алғашқы құрбандардың бірі. Бұл кісінің өздеріңіз оқып жатқан мектеп аты осы Ербол Сыпатаевпен аталады. Және біздің ауылда осы кісінің атында көше бар. Бұл кісі мәңгі біздің жүрегімізде ұмытылмайды. Ербол Сыпатаевтың жанұясы, әкесі, анасы, бауыры, інелері, қарындастары суреті қойылған. Ербол Сыпатаевтың мектептегі ұстаздары мен өзінің сыныптас достарының суреті қойылды. Азаматтық борышын бірге өтеген жолдастары, достарының суреті. Тәуелсіздік таңырайлап атты шың, бостандығым басымдағы бақ құсым, расында мен бақытты жан екенмін, азаттықтың арда емген ақ сүтін. Өзіміздің жерлес ақынымыз балалар білесіздер, жас ақынымыз Нұршек Дінмұхамедтің бір шумақ өлеңін өзіміздің дәйек сөз ретінде бірінші бөлімімізге қойдық. Құрастырған Талғат Айтбайұлының желтоқсан көтерілісі көп томдық кітабының бірінші томы қойылды. Одан кейін Бекежан Тілегеновтің 86 жыл Қара жел кітабы. Басы Алматыда жалын баспасынан шыққан тәуелсіздік таңы мәңгілік тақырыбындағы кітап көрмеміздің екінші бөлімінде Шолпан Жұмаділованың Найзағай набыз кітабымен толықтырылды. Бұл кітапта 1986 жылы Жетісулық жастардың 3 күнде басынан кешкен оқиғалары мен Жетісу газетіне жарияланған естеліктері енгізілген. Қаһарман қазақтың қайсарлы Қайрат Рысқұлбеков туралы ақын Гүлнұр Оразбайқызының қаһарман қайрат дастаны енгізілген. Панфилов ауданы Ақжазық ауылында 1970 жылы дүниеге келген батыр қызымыз желтоқсан оқиғасының қаһарманы Ләззат Асанова. Бұл кісі сол кездерде Чайковский атындағы Алматы музыкалық училищесінде оқыған. Желтоқсан оқиғасы кезінде қатысып ерлікпен қаза тапқан. Бұл кісіні біз еш уақытта ұмытпауымыз керек.